Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Құралбаев. Бүгінгі видеода сендерге YouTube'дан ешқандай монетизациясыз қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Видеоны соңына дейін көрейік, себебі сол сайттан бүгін өзімнің ақшамды шығаратын боламын. Ол сайттан кез келген адам ақша таба алады. Қолыңызда тек қана интернет пен телефон болса болғаны. Каналға тіркелмегендер болса каналға тіркеліп кетейік. Видеоға аямай лайк басып, каналға комментарийімізді жазып кетейік. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Бүгінгі көрсетейін деп отқан сайтымның аты бұл Шарем деп аталады. Бұл сайт қалай ақша тапса болады. Бұл сайттан сіздер өздеріңіздің ссылкаларыңызды сократить етесіздер, яғни ссылканы қысқартасыздар. Сол қысқартылған ссылканы осы сайтта арқылы ақша табатын боласыздар. Сол ссылкаға адам кіретін болады. Сол ссылкамен сіздер сол ссылкаға қаншама адам кіретін болса, соншалықты сіздер ақша табатын боласыздар. Бұл жерден TikTok арқылы да ақша тапса болады екен. Любой сайт арқылы ақша тапса болады. Неше түрлі электронды кошелектарға, банковский карталарға шығарсаңыздар болады. Яғни сіздерге бұл жерде тұрақты доходты сіздерге береміз деп бұл жерде жазып қойған екен. 168 адам 168 ел осы Шарем арқылы ақша тауып жатыр екен. 12-ден астам электронды кошелек бар екен бұл жерде, яғни және де система приглашений деген бар екен. Яғни сіздер достарыңызды шақырсаңыздар, содан 40% ақша тапсаңыздар болады. Енді достар, бұл жерден регистрация жасау керек болады. Панель деген кнопканы басамыз. Сосын главное, сосын регистрация жасау керек болады. Регистрацияны жасайсыздар. Сосын почталарыңызды жазасыздар, парольдарыңызды жазасыздар. Ары қарай уже түсінікті деп ойлаймын. Ал мен өзімнің личный кабинетіме кірейін. Мінекей достар, мен өзімнің личный кабинетіме кірдім. Личный кабинетке кірсеңіздер, осындай окошко көретін боласыздар. Бұл жерде основной деп тұр. Бұл жерден сіздердің статистикаларыңызды көрсететін болады. Мінекей күнделікті статистиканы яқта көрсетіп тұрады. Міне тура YouTube'дағыдай көрсетіп тұрады. Бірақ сіздер YouTube'да монетизациясы осылай ақша тапсаңыздар болады осы сайт арқылы. Яғни бұл жерден қалай ақша табасыздар? YouTube түсірсеңіздер болады, TikTok түсірсеңіздер болады. Яғни бір ссылканы тастау керек болады. Сол ссылканы осы жерде сократить етесіздер. Осы сайттан алынған ссылканы ана жерге қоясыздар. YouTube'тарыңызға или TikTok'тарыңызға. Сол TikTok'тағы, YouTube'тағы ссылканы адамдар кіретін болса, қаншама адам көретін болса, соншалықты сіздер осы сайттан ақша табатын боласыздар. Мінекей, яғни түсінбеген сұрақтарыңыз болса, администрацияға кірсеңіздер де болады екен. Енді бұл жерден қалай ссылканы сократить ету керек екенін түсіндіріп өтейін. Инструменты деген жерге кіреміз. Ссылка деп тұрмын. Неға достар, ваша ссылка деген жерге өзіміздің ссылкамызды қоямыз. Сол ссылканы қойғаннан кейін сократить деген кнопканы басамыз. Сосын бізде мынандай қысқартылған ссылкасы тұрады, мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай. Қазір мен осы ссылкалар арқылы қанша ақша тапқанымды көрсетейін. Мінекей достар, қазір міне визиты деген жерде қаншама адам кіргенін көрсетіп тұр. Мінекей достар, мен ссылкадан қанша ақша тапқанымды көрсетіп тұр. Мысалы, менің ең бірінші ссылка, міне ссылка тастап кеткен мына жерге. Көріп тұрғандарыңыздай ссылкаларым, ал мынау мен сократить еткен ссылкаларым. Ссылканы сократить етіп болған соң, осы жердегі ссылканы сіздер копировать етіп аласыздар. Мына жақтағы 4 кнопканы басып. Мінекей менің тапқан ақшаларым 1118 адам кірген. Соған 87-де 11 рубль төледі. Және екінші ссылкамада 2226 адам кірген екен. Оған маған 233,58 рубль төленген. Яғни тағы да басқа да көріп тұрғандарыңыздай, мына 980 адам кірген, оған 196,70 рубль төлеген. Мінекей достар, осы сайт арқылы ешқандай YouTube'тан или TikTok'тан ешқандай монетизациясы осы сайт арқылы ақша тапсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай
өте жақсы ақша. Так, басқа тағына не көрсетейін. Ақшаны шығару үшін финансы деген кнопканы басамыз. Мына жерде баланс деген жерде көріп тұрғандарыңызда 54,39 рубль тұр. Мен бүгін осы сайттан сіздердің көздеріңізше ақшаны шығаратын боламын. Так, уже маған выплачено деген жер статистикамызды қарайтын болсақ, мен уже осы күнге дейін 339 рубль тапқан екен. Өте керемет достар бұл. Выплаты деген жерге кірсек, мынаяқтан заказать выплату арқылы ақшамызды шығарсақ болады. Так, тағы не көрсетсем болады. Мына жерде достар, монетизация деген жерде өзіміздің тапқан ақшамыз көрсетіп тұрады. Яғни доля реклама менде 22%. Статистикамды қарайтын болсақ, 4883 адам кірген екен. Конверсия деген өздерінің бір несілері бар, өздерінің ережелері бар, қанша адам кірсе қанша төлейтіні. Таблица. Даталарымызды көрсетіп тұрады. Рейтинг. Мінекей достар, рейтинг деген жерге кіретін болсақ, қай елдер қаншалықты ақша табатынын көрсек болады екен. Мысалы, Канадада 2058 рубль төлейді екен. Ал мобайлмен 2525 рубль төлейді екен. Көріп тұрғандарыңыздай. Қазақстанды көретін болсақ, бізде 467 рубль төлейді екен. Мобайлмен 288,75 рубль. Достар, бәрі нормально мына жерден. Осы сайттан сіздер жақсы ақша тапсаңыздар болады. Ал мен сіздерге уже тапқан ақшамды осы сайттан шығарып сіздерге көрсетейін. Финансы деген кнопканы басамыз. Выплаты деген жерге кіреміз. Заказать выплату. Создать деген кнопканы басамыз. Реквизитті таңдаймыз. Реквизит менде электронный кошелек PR. Бұл сайттан сіздер Kiwi кошелек ақша шығарсаңыздар болады. WebMoney, YouMoney, Visa, MasterCard, яғни басқа да банковский карталарға шығарсақ болады. Басқа елдердің Билайн, Теле2, кез келген операторларға шығарсақ болады. PR және де өзіміздің қазақстандық банковский карта арқылы банковский картаға да шығарсақ болады. Комиссия 50% екен картаға шығару үшін. Минималды ақша шығару бізде 150 рубль екен картаға шығару үшін. Ал PR Kiwiға шығару бізде 50 рубль. Мен PR кошелегіме шығаратын боламын ақшаны. 82, мына жерге қанша ақша тұр, соның бәрін жазатын боламын. Мысалы 54 рубль. И сосын создать деген кнопканы басатын боламын. Так, басылды ма? Мінекей достар, осы PR кошелекқа шығардым. Состояние на проверке. Мінекей датасы, количество, қанша ақшаны шығарғанын көрсетеді бұл жерде. Достар, бұл жерден шығарған ақша 1-2 күнде келеді, сондықтан мен осыдан шыққан ақшаны скринін осы видеоға қойып қоятын боламын. Мінекей достар, егер осы сайттан ақша тапқыларыңыз келсе, осы сайттың ссылкасын міндетті түрде описанияға қалдырып кететін боламын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийіміз жазып кетейік. Түсінбеген сұрақтарымыз болса, оны да сұрай берсеңіздер болады, барлықтарына жауап беретін боламын. Ал енді кездескенше. Достар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мінекей достар, Шарем сайтынан ақшам келіп түсті. Мінекей 54 рубль. Тура сол нақты 54 рубль келіп түсті. Ешқандай комиссиясы түседі достар. Өте керемет сайт. Ссылкасын міндетті түрде описанияға қалдырып кететін боламын. Каналға тіркеліп кетіп, лайк басып, комментарийларымызды жазып кетейік. Ал ендеше келесі кездескенше аман сау болыңдар.